Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Балалар, жақында Ильяс пайғамбарды іздеуі туралы айтқаным естеріңде ме? Оның жоғалып кетуі жұмбақ күйінде қалды. Елше, сен Ильястың ең жақын досысың. Оның қайда екенін білесің бе? Иә, мен білемін. Сен қуанып тұрған сияқтысың. Айтшы, ол қайда? Ильястың кетер алдында үстіндегі киімін шешіп алғаны менің есімде. Мен онымен баруды шештім. Пайғамбар мұны қаламады. Бірақ бәрібір ол мені көндіре алмады. Жолда біз пайғамбарларды кездестірдік. Олар бізден, бүгін Ильястың бізбен болатын соңғы күні екенін білесіңдер ме, деп сұрады. Сен бұл туралы естігенде мұңайып қалған боларсың. Мен бұл туралы бұрыннан білдім, және пайғамбарларға үндемеуді бұйырдым. Біз одан әрі шығысқа қарай жылжып кеттік. Иорданға жеткенімізде сол жерде көпір көрмедік. Ильяс шапанын шешіп, орап алып, сонымен судың бетін ұрды. Не болғанын елестетіп көріңіз. Өзеннің суы қақ айырылды, және біз өзеннің арғы жағына құрғақ жермен өте шықтық. Бұл рас па? Иә, мен мұны өз көзіммен көрдім. Мен Құдайдың ұлылығына және құдіретіне өте ризамын. Оның әлсіз адамдар арқылы осындай кереметтер жасайтынына таң қаламын. Жол бойында біз Құдай туралы сөйлестік. Кенеттен мүлдем таң қаларлық көрініс болды. Аспанда жалындаған отты аттар жегілген, жалындаған отты күйме пайда болды. Мен таң қалдым. Күйме жақындап, Ильясты көтеріп алды. Ол Құдайдың көзге көрінбейтін көктегі патшалығына кетті. Мен оны шақырдым, бірақ ол көзге көрінбей кетті. Содан бері мен оны ешқашан көрмедім. Құдай Ильясты аспанға даңқты түрде алып кетті. Сондықтан оны ешкім таба алмады. Біздің сұрақтарымызға жауап бергенің үшін рахмет, Елше. Енді жұмбақ анық болды. Әдетте, біздің жердегі өміріміз өліммен аяқталады. Бірақ біз үшін өміріміздің қалай және қашан аяқталатыны маңызды емес. Біз үшін өлгеннен кейін қайда болатынымыз маңызды. Қазір Ильяс пайғамбар Құдаймен бірге мәңгі өмір сүріп жатыр. Өйткені ол жер бетінде Құдаймен бірге өмір сүрді. Киелі кітапта бір керемет аят бар. Құдайдың ұлымен байланысы бар адам шынайы өмірге ие, ал онымен байланысы жоқта шынайы өмір де жоқ. Келесі шығарылымда Петрдің Исамен бірге қалай өмір сүре бастағанын айтып беремін. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.